Өнер адамға туа бітетін, өте сирек кездесетін қасиеттердің бірі, ал ән адам жанының үні. Жастайынан ән жырларға құштар болып өскен азаматтардың бірі Тараздың өнер тарланы Салабеков Әуезхан Көсембекұлы. Салабеков Әуезхан Көсембекұлы 1957 жылы Жамбыл облысы Талас ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келген. 1965 жылы 1975 жылы аралығында Ақкөл орта мектебін бітіріп, 1975 жылы Шымкент қаласындағы Әл-Фараби атындағы Шымкент педагогтық мәдениет институтының мәдени ағарту жұмыс бөліміне оқуға түсті. Аталған оқу орнында 1979 жылы мәдени ағарту қызметкері, көркем өнерпаздар хор ұжымының жетекшісі мамандығы бойынша бітірген. 1979 жылы Талас аудандық мәдениет үйінде аға методист болып қызметін жалғастырды. 1997-2013 жылға дейін Ақкөл орта мектебінде ән саз пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарды. 2013 жылдан бастап Тараз қаласындағы Нұрғызат Лентьев атындағы облыстық мектеп-интернатында музыка жетекшісі болып қызмет атқаруда. 2013 жылы қазанда Салабеков Әуезхан Көсембекұлына мәдениет басқармасы Тараз Тарланы 2013 жылы құрмет грамотасымен марапатталды. 2014 жылы ақпан айында Баласағұн мәдениет сарайында «Рахмет саған, туған ел» атты шығармашылық концертін берді. 2017 жылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің құрмет грамотасымен марапатталды. 2017 жылда Нұрғызат Лентьевтің 90 жылдығына орай республикалық конференцияда Бауыржан Момышұлының 100 жылдық төс белгісімен марапатталынды. Әуезхан Көсембекұлы 40 жылдық еңбек жолында көптеген шәкірттер дайындаған, ұлағатты ұстаз және сазгер, 100-ден аса әндердің авторы. Әуезхан Салабеков республикаға танымал атақты ақындар Фариза Оңғарсынова, Күләш Ахметова, Наша Қашағанұлы, Қайырбек Асанов, Бопсан Шарубаев, Үміт Битенова, Баян Бекетова тағы да басқа ақындардың сөздеріне ән жазған. Оның әндерін облыстық, республикалық радио және теледидардан атақты әншілер Музар тобы, «Рахмет саған, туған ел» әнін, «Рахмет саған, туған ел», Асқар Жүнісбеков «Хат жазып тұр» әнін, Тұр басқа ойды жатсаны, әншілер Дана Маханбаева мен Исламбек Меломан тобы әндерін нақышқа келтіріп орындаған. Жақсылықсыз жоқ тірліктің мәні түк, пейілі кеңді Құдай қояр жарытып. Нұрғызат Лентьев мектеп-интернатында тәрбиеленген шәкірттері бүгінде Алматы қаласындағы Чайковский музыкалық колледжінің білімгерлері Дүйсенбек Бейбарыс, Нұрғалиқызы Ағырке, Тарымпида Айытқұл Жалғас, Абай атындағы педагогикалық колледжінде Байсейіт Ермахан білім алуда. Осы шәкірттері облыстық әнші болғым келеді. Республикалық атадан қалған мұрамыз, халықаралық Гамарджоба байқауының жүлдегерлері.